тақырып кіші жарық. Bir әйел екі баласымен теңіз жағасында кішкентай үйде өмір сүрді. Кешке жел соққанда шамы жиі өшетін. Бірақ ол әрқашан айтатын: егер шам өшсе, жүрегіміздегі жарықты жағайық дейтін. Bir күні ұлы сұрайды: анашым, жүректегі де жарық бола ма? Әйел жымиып: иә балам, егер сен кешірсең, дұға етсең, үміттенсең, жүрегің жарық дейді. Жылдар өтеді. Әйел өмірдің қиындықтарына қарамастан балаларын мейірімменен өмір сүрді. Bir күні ұлы келіп айтады: анашым, өмір қараңғы болса да, мен жүрегіңнің жарығын еске аламын дейді.